Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін жар қойы жасайтын боламыз. Жар сағатта дайын болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Рахмет. Ең бірінші картошка, пияз, сәбізіміз қажет, етіміз қажет. Етімізді әдемілеп, үлкен емес, кішкентай емес, орташа көлемде турап аламыз. Майымызды қазанға құйып, қызғаннан кейін тазалап жуынған етімізді салып қуырып аламыз. Қызарғанша қуырып, су шыққанша қуырып аламыз. Қуырылып болам дегенше пиязымызды турап аламыз. Майдалап тұрып турап аламыз. Пиязды салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Сәбізді де турап, сәбізді де жақсылап қуырып алатын боламыз. Пияз, сәбіз, етті қосып, бір қасық томатты қосып, артынша кішкентай тұзды қосып, жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Ет батып тұратындай суды құйып, қайнағаннан кейін астын жай қойып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Картошканы осылайынан кубиктап турап, дайындап, тарелкеге салып қоямыз. Тамақтың тұзын мөлшерін көріп, картошкамызды салып, бұқтырып қоямыз. Біздің тамағымыз дайын болды. Сулы әдемі жар қоямыз шықты. Бізге ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Рахмет.